Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Маңызды ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен бірге американдық өте жұмсақ шоколадный печеньелер дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстіне қант қосамыз. Үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Және ванильді қант салып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнды қосып, шетінен араластырып отырамыз. Ұнның бәрін бірден салып жіберуге болмайды, аз-аз мөлшерден салып араластырамыз. Және ұнның үстінен бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде сондай қоймалжың, сұйықтау, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Лопаткамен толықтай араластырып шығамыз. Енді үстіне шоколад саламыз. Мен Колебаут шоколадын қолдандым, өте ерекше дәм берді. Сіздер өздеріңізге ұнайтын Қазақстан шоколады немесе басқа да шоколадты қоссаңыздар болады. Шоколадқа қамырды толықтай араластырамыз.
Енді пергамент қағазы төселген формаға печеньелерді кішкене ғана шарик сияқты етіп қойып шығамыз. Немесе үлкен қасықпен салып шығуға да болады. Араларын алшақ етіп қоямыз, себебі печеньелер қазір піскен кезде өте жалпақ болып өседі. Сол себепті арасын ашып қойыңыздар. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Печеньенің формасын қалай әдемі етіп жасасаңыздар, піскен кезде дәл солай әдемі болып шығады. Сол себептен формасына мән беріңіздер. Жасау жолы өте қарапайым әрі өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер, алғаш жасағаннан-ақ өте сәтті болып шығады. Алдын ала қыздырылған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, біздің печеньелер дайын, өте әдемі, жұмсақ. Дәмін енді айтып жеткізе алмаймын, ауызда ериді. Осылай сүтке батырып жесеңіздер, тіптен өте керемет, өзіме қатты ұнады. Білсеңіздер, бұл печеньені бәріміз магазиннен сатып алып жейтін печенье. Осылай сүтке батырып тұрып, молынан осылай рахаттанып жеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Балнұр. Сау болыңыздар.